Сәлеметсіңдер ме, балалар? 69-шы сабақ бас әріптен басталып жазылатын сөздер. Сабақты ой сергіту жаттығуынан бастайық. Жұмбақ. Көктем келсе көкке өрлеп, әнге салып жерді тербеп, қара көйлек киген өзі, құс біткеннің әншісі. Бұл қай құс, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Жауабы қара торғай екен. Олай болса, балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы да осы қара торғайдың ұясы деп аталады. Бірінші жаттығу мәтінді оқы. Бала күндегідей көңілді. Сәлеметсіз бе, Ержан ағай деп амандасты. Ал ағай, мұнда не істеп жүрсің, деді. Жұқа тақтай іздеп жүрмін, деді Берік. Қайтесің ол жұқа тақтайды, деді ағай. Сіз құстарға ұя жасауды тапсырғансыз, деді. Оны мұндай жерден іздей ме екен? Жүр менімен, деп шеберханаға ертіп келді. Берік ұяны 2 күн жасады. Ағай оған риза болды. Балалар, мәтін мазмұны бойынша сұрақ қояйық. Мәтіндегі не жайында екен? Дұрыс айтасыңдар. Қара торғайдың ұясы жайында екен. Ержан ағай кіммен кездесті деп ойлайсыңдар? Дұрыс, балалар, Берікпен кездесті. Ал Берік не іздеп жүреді, балалар? Жұқа тақта екен. Оны не үшін іздеп жүр деп ойлайсыңдар? Иә, дұрыс айтасыңдар. Өйткені Ержан ағай құстарға ұя жасауды тапсырған екен. Ал оны мұндай жерден іздей ме екен деп ағайы ол баланы қайда апарды? Шеберханаға алып келді, иә, балалар? Өте дұрыс айтасыңдар. Ал енді Берік ұяны жасады ма? Иә, жасады. Оны неше күн жасаған екен? 2 күн жасапты. Дұрыс айтасыңдар. Ал ағай оған өте риза болды, иә, балалар? Мәтін ұнады ма? Өте қызық мәтін екен, балалар, иә? Балалар, енді қарамен берілген сөздерге сұрақ қояйықшы. Кәнекей, қарамен жазылған сөздер қайсы бұл жерде? Ержан және Берік. Өте дұрыс айтасыңдар. Ал енді осы сөздерге сұрақ қояйықшы, балалар. Кім? Ержан. Кім? Берік. Ал енді айта қойыңдаршы, балалар, бұлар неліктен бас әріппен жазылып тұр? Себебі олар адамның аты екен. Енді, балалар, келесі ережеге назар аударайықшы. Сонда адамның аты жөні бас әріппен басталып жазылады екен. Мысалы, Досан, Әсем, Нұржан ұлы десек, бұлар үшеуі де адамның аты үлкен әріппен жазылып тұр. Енді сен өзіңнің атыңды айтып көрші, және оған сұрақ қой. Және ол сенің есімің де бас әріппен жазылатынын есіңде сақта.
Екінші жаттығу ненің ұясы. Суреттер мен сөздерді сәйкестендіріп, әр құстың ұясын сипаттап айт дейді. Бірінші берілген сөздерді оқиық. Қарлығаш және қара торғай. Ал енді бізге екі ұя берілген екен. Қайсы құс қай ұяда мекендейді екен? Әрине дұрыс айтасыңдар балалар. Қарлығаш сол жақтағы ұяда, яғни неден жасалған ұяда? Саз балшықтан жасалған ұяда мекендейді екен. Қара торғайшы. Қара торғайымыз жаңағы біз оқып өткен мәтіндегі берік деген баланың жасаған ұясында мекендейді екен. Ол неден жасалды? Дұрыс айтасыңдар, жұқа тақтайдан жасалған екен. Енді балалар, дәптермен жұмыс жасаймыз. Үшінші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз дейді. Жұлдыздай аққан із қалды, ерлігін жауда қызғанды. Әлия, Мәншүк, Хиуаз, қазақтың батыр қыздары. Өлең не жайында екен балалар? Дұрыс айтасыңдар, қазақтың батыр қыздары жайында екен. Олардың ерлігін тіпті біздің жауымыз да қызғанған екен балалар, иә? Енді осы өлеңнің ішінде бас әріптен басталып жазылған сөздердің астын сызуымыз керек екен. Ол қай сөздер екен балалар? Дұрыс айтасыңдар. Олар Әлия, Мәншүк және Хиуаз. Неліктен олар бас әріппен жазылған? Себебі олар адамның аты. Дұрыс айтасыңдар балалар, өте тамаша, керемет. Енді біз келесі тапсырмамыз сиқырлы қалта деп аталады. Мұндағы біздің мақсатымыз балалар, мынау бізге берілген сөздер бар екен. Ол сөздер нені білдіреді және неліктен олар бас әріппен жазылғанын ажыратуымыз керек. Кәне барлығымыз осы сөздерді оқып көрейікші. Айдана, Талғат, Тараз, Есіл, Талас, Нұрсұлтан, Алматы. Тамаша балалар. Енді осы жерде балалар бізде қарап отырсақ, ненің аты екен бұлар? Нені білдіреді екен? Мысалы, Айдана адамның аты, Талғат адамның аты, Тараз ше, Тараз қаланың аты, Есіл ше, судың аты, Талас ше, Талас Тараз қаласындағы өзен балалар. Нұрсұлтан, Нұрсұлтан деген сөзді сендер балалар адамның аты деп жазылып тұр. Себебі, егер ол қаланың аты болса, Нұр мен Сұлтанның ортасында сызықша, яғни дефис болар еді. Ал бұл жерде дефис жоқ, сондықтан ол адамның аты. Алматы, ол да қаланың аты екен. Түсінікті болса, балалар, келесі тапсырма осы тез құрастыр. Яғни жаңағы біз оқып кеткен сөздерді біз екіге бөлуіміз керек. Біреусі адамның атын және жер судың аттары. Кәні құрастырып көрейікші. Дұрыс айтасыңдар балалар. Кім? Айдана. Кім? Талғат. Кім? Нұрсұлтан. Енді жер су аттары жаңа өздерің айтқандай Есіл, Талас, Тараз, Алматы бұлар жер мен судың аттары екен. Бірақ екеуі де бас әріппен басталып жазылады екен балалар. Енді осы
сөздердің ішінен бір сөзді таңдап, біз одан сөйлем құрастыруымыз керек. Дайынбыз ба, балалар? Дайын болсақ, мынадай сөйлем құрастырдым. Менің досым Талғат өте ақылды. Бұл жерде, балалар, қай сөз бас әріппен жазылып тұр? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Талғат. Себебі Талғат деген сөз сөйлемнің ортасында келіп тұрса да, бас әріппен жазылады екен. Себебі ол адамның аты. Балалар, барлық тапсырмалар түсінікті болса, онда біз бағалау әдісіне көшейік. Яғни, сіздерге ұя беріліп тұр. Ол ұяның ішіне мынау 3 түрлі жұмыртқаны салуымыз керек. Бірақ оларды салу үшін мен сендерді бүгінгі сабақты қаншалықты түсінгендеріңді байқау мақсатында алып отырмын. Егер қызыл жұмыртқаны сендер ұяға салатын болсаңдар, онда бүгінгі сабақ сендерге өте ұнады, түсінікті болды, және өз түсінгеніңді басқа адамға айтып бере аламын деген оқушы қызыл жұмыртқаны осы ұяға орналастырады. Ал сары жұмыртқаны салған оқушы, ол әлі де сұрағым бар деген бала деп білемін. Ал жасыл жұмыртқаны салған оқушы, онда бүгінгі сабақтан ештеңе түсінбедім дегенді білемін. Балалар, мен сендерді бүгінгі сабақты өте жақсы түсінді деп ойлаймын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.